Жүзеге аспай жатқан ол жобалар бәлкім қатты керек емес шығар, бірақ мәжіліс мінберінде көтерілген өткір мәселелерді де елеп жатқан ешкім жоқ. Ел арасында әдемі сөйлейтін депутаттар айтады, ештеңе өзгермейді деген түсінік қалыптасты. Шынымен де жетесізге дейін жеткізіп сөйлейтін халық қалаулылары қақсап жатыр, бірақ орындалу ақсап жатыр. Кейбірін тіпті біреулер әдейі тоқтатып тұрғандай көрінеді. Депутаттық сауалдар мардымды жауаптан қағылады, ар жағында өз мүддесін ойлаған олигархтар бет бақтырмай отыр деген әңгіме құлаққа шалынады. Сонда шырылдаған мәжілісменнің шындығын неге жауаптылар пысқырмайды? Ғафу етіңіз, неге үкімет қыстырмайды былайша айтқанда? Жаңа Қазақстанның мандаты күшейген, құзыреті кеңейген парламентін әлі де көк қағазға бай көлденең көк аттылардың басынып отырғаны ма сонда? Тілден бастайын. Парламентте қазақ тілі деп шырылдап жүрген бір депутат бар. Бүгін кабинетіне іздеп келдім. Төріне Бөкейхановтың суретін іліп қойып, үкіметке кезекті ұсынысын жазып отыр екен. Бұл Қазбек Иса, Қазақстанның мемлекеттік халқының ана тілінің мәселесін тоқтамай көтеріп келе жатқанына биыл 4-ші жыл. Өкініштісі, үкіметіміз ескермеді. Қолыма мандат алғанда алғаш рет ең бірінші депутат сауалым мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау. Ал енді оған үкіметтің жауабын көріп, бірі министрдің. Мен қарным ашты да, содан кейін мақала жаздым. 2022 жыл, бір жылдан кейін 27 сәуірде мен тағы көтердім. Бұл жолы өте қатты өткір көтердім. Ол мемлекеттік тіл туралы заңды міндеттейтін заң қабылдауымыз керек. Мына біздің ата заңымыздағы 7-ші баптың 2-ші тармағын өзгерту керек. Мен депутат болғалы 3-ші үкімет басшысы келді. Бұған дейінгі екі үкімет басшысының да бұл сауалға берген жауабы ұқсас, тіл туралы заңды қайта қараудың реті келген жоқ дегенге келтіріп, мардымсыздау жауап жазыпты. Қазбек Иса қойсын ба, жаңа премьер-министрге тағы жазады, ары қарайғысын үкімет көрер. Бізде бір айдың ішінде жауап береді үкімет. Бірақ сол жауаптың ішінде көбінесе жаңағы отписка дейді ғой, жаңағы бүйтіп жатырмыз дейді. Бұлай деп отырған жалғыз Қазбек Иса емес, Нартай да назалы. Ойын ойнаймын деп қарызға батып, ұлудаман болып, ана дүниеге аттанып жатқандар көбейіп кетті. Мұндай сорақы бизнестің көзін жою керек деген сөздер мәжілісте 1,5 жыл бұрын айтылды. Ал орындауыштар әлі үнсіз, соған қарағанда билік өзі мүдделі ме деген күдік бар. Расменде сондай күдік болады ішімізде. Күдік болады. Қоғам жылап жатыр, қаншама адам зардап шегіп жатыр, қаншама отбасы ажырасып жатыр, лудоманияға ұшыраған қаншама адам суицид жасап жатыр өз-өзінен, дұрыс қой. Енді қоғамды ойлаған кез келген адам әлгі дүниені қарап беру керек қой. Кейбір айырбалар барат кез келеді ғой осы бізге. Берсеңдерші деген біз мәселені көтеруіміз әрине 15-16 ай бойы келмей жатқан кезде адамның кез келген адамда күдік болады. Біз өткенде ол күдігімізді айттық. Қандай да бір лоббилік топтар, басқа да бір топтар жаңағы өздерінің мынау мүддесін жүзеге асырып жатқан жоқ па деген қауіпімізді айттық. Аймақтардан сайланған депутаттар өз өмірінің үмітін арқалап кеп отыр. Олар облыстағы мәселені мәжілісте көтереді, бірақ ақша жоқ деген жауап алады. Атырау облысынан сайланған депутат ретінде осы Атырау облысының проблемалық мәселелерін көрсету, ол экологиялық мәселелері, осы бүгін ертең көтеріліп жатырған мәселелеріміз, маңызды мәселелеріміз, біздің өңіріміз үшін, еліміз үшін осы азғантай уақытта шешіледі деп ойламаймын мен. Өкінішке орай, Атыраудың бюджеті жақсы, өкінішке орай оны алып кетіп отыр орталық. Ал сіздер мына депутатқа мәселемізді айттық, үкіметке жеткізсін дейсіздер. Олар аянып жатқан жоқ көрінеді. Өздерінің айтуларынша әрине. Тек үкімет парламенттің айтқанының бәрін бірдей орындай бермейді. Мысалы, Айдос Сарым елдің қорғанысы үшін бөлінетін бюджетті арттыра алмай жүр екен. Депутаттар қазір көтеріп жүрген мәселе, енді аймақты қарасақ, біздің көрші елдердің өздерді қорғаныс бюджеттерін ұлғайтып жатыр. Менің ойымша, біз осы жылдың ішінде үлкен талқыларды бастап, Қазақстанның қорғаныс бюджетін 1%-дан асырып 1,5%-ға дейін жеткізуіміз керек. Бұл туралы енді ашықта, жабық алаңдарда, тіпті реті келетін болса, өз басым ұлттық құрылтайда осы мәселені көтеріп келіп отыр. Аралға көңіл аз бөлінеді. Бұл қызылордалық Мархабат Жайымбетов көтерген мәселе. Оны да үкімет естіңкіремей қапты. Жауаптар мардымсыз. Енді әсіресе мынау қазірде жолдау жасаймын балық шаруашылығына байланысты. Енді сапасыз жауаптар келіп жатқаннан кейін біз енді жаңа үкіметтегі мүшелері, министрлер, үкімет басшысының орынбасарлары сапалы жауаптардан күтеміз енді. Мәселе бар, проблема бар орындалу жағынан.
Осылай мен тілдескен мәжіліс депутаттары өздері көтерген сауалдарының 70-80% ескерусіз қалатынын айтты. Әйтеуір жауап бердік деген есеп үшін бұған дейін атқарған істерді жазып, беріп жібереді екен. Міне, осы тұста депутат ашуланады әрине. Дауыстары ұлттық құрылтайға дейін жеткелі жатыр. Ақбөпе Тәңірберген, Айна.